Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең қазанның 27-сіне арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Кәсіби қызметтегі жетістіктер мен өзгерістерге қолайлы күн. Ең маңызды нәрселерді бөліп көрсетіп, олардың орындалуына қамқорлық жасаңыз. Бұл кезең жүрек мәселесі тұрғысынан қызықты. Сіздің болашақ өміріңізді түбегейлі өзгертуі мүмкін. Жаңа кездесулер мен таныстықтар алынып тасталмайды. Мәміле жасаудан аулақ болыңыз және жаңа жобаларға кіріспеңіз. Мүмкіндігінше жауапкершіліктеріңізді әріптестеріңізге немесе жақындарыңызға жүктеңіз. Басқа адамдардың жанжалдарына араласпаңыз. Көңіл күйіңізді көтеріп, мазасыздықты болдырмауға тырысыңыз. Бұл күні сіз өзіңізге және жұмысыңыздың нәтижесіне риза боласыз. Іскери келіссөздер жақсы өтуі керек. Жеке өміріңіздегі сәттілік сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, жұмысыңызды жақсарта алады. Егер сіздің басыңызға қызықты идеялар болса, оны басқалармен бөлісуге асықпаңыз. Мүмкін сіз өзіңізді қатты шаршап шалдыққан сезінесіз. Сондықтан жұмыста бәрі қолыңыздан кетеді. Осыған қарамастан бұл күн жаңа бизнесті бастауға қолайлы. Сондықтан өзіңізді жеңудің мәні бар. Уақыт ойластырылған және байыпты тәсілді қажет ететін кез келген мұқият жұмыс үшін қолайлы. Қаржылық қызметтің барлық салалары бұрын соңды болмаған лайықты материалдық сыйақы береді. Күнделікті кестеде ешқандай ерекше шаралар немесе өзгерістер күтілмейді. Іскерлік кездесулер, келіссөздер, құжаттарға қол қою тиімді түрде дамиды. Жағымды және қызықты болып табылатын адамдар шеңберінде көбірек уақыт өткізіңіз. Егер сіз өзіңізге жасанды проблемалар жасамасаңыз, онда күн көп эмоционалдық жарыстарсыз өтеді. Әріптестеріңізбен дауласпауға тырысыңыз. Жеке нотада ешқандай көңілсіздік болмайды. Бұл шағын сапарларға, оның ішінде романтикалық сапарларға қолайлы уақыт. Егер сіздің кәсіби қызметіңіздегі нәрсе сізге сәйкес келмесе, онда бұл кезең түбегейлі өзгерістер үшін ең жақсы уақыт емес. Бірдеңе жасамас бұрын сіз өзіңіздің іс-әрекеттеріңіз туралы ойланып, жақсы кеңес бере алатын адамдармен сөйлесуіңіз керек. Іскери келіссөздер, ұзақ мерзімді жоспарлар құру және талқылау үшін жақсы күн. Сіз жеткілікті түрде сенімді бола аласыз. Маңызды сынақтар туындамауы керек. Сүйіспеншілікке қатысты мәселелерде төзімділік танытып, жақындарыңызға сын айтпағаныңыз жөн. Осы күн жағымды және қызықты нәрселерді жоспарлауға жақсы. Қажетсіз эмоцияларсыз жұмыс жасаңыз. Одан ешқандай рахат алмайсыз. Жаңа романтикалық хобби күтілуі мүмкін. Байсалды қарым-қатынастың басталуы мүмкін. Егер қаласаңыз, тауларды жылжыта аласыз. Алайда маңызды келіссөздерді басқа күнге ауыстырған дұрыс. Енді сізге тыныштандыратын және шабыттандыратын көптеген уәделер беріледі. Бірақ сізде жалған иллюзия болмау керек. Бұл күн бизнес саласында сәтті болады. Бірақ бәріне бірден қарамауға тырысыңыз. Бастаған жұмысты соңына дейін жеткізіңіз. Келіссөздерді жоспарлауға болады. Жұлдыздардың қолайлы орналасуы сізді табысты етеді. Қазанның 27-сіне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».